Ана тілі оқулығындағы 43-ші жаңа сабақ сөйлем тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Нанды қадірлейік. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинемен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, ұннан неше түрлі нан пісіреді. Бұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Бұл мәтін Балдырған журналынан алынған екен. Диқандар көктемде не істейді, балалар? Ойланайықшы. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Оларды баптап, дайындайды жаз бойы. Ол тұқымнан егін өніп шығады. Жаз бойы баптап, қарайды. Дайын болған өнімді комбайнмен орып алады. Сосын астықты қалай жинайды екен? Дұрыс, комбайнмен орып алып, оны машинемен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады, ұннан неше түрлі нан өнімдерін пісіреміз. Бұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Сөйлем жазбас бұрын сөйлем дегеніміз не? Сонымен танысып алайық. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді. Яғни бұл нақты тиянақталған ойды білдіретін сөйлем. Ал енді екінші жаттығуымызда еңбекпен нан табылады дейді. Бұл жерде дұрыс құралған ба сөйлем? Дұрыс емес, өйткені үтір арқылы жазған. Нан еңбекпен табылады деп жазамыз. Оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Әр сөйлемді дұрыстап жазуымыз керек. Бұл жерде берілген бірінші сөйлем 3 сөзден тұр екен. Келесі сөзді өзіміз анықтайықшы. Дұрыс, сөйлем 4 сөзден тұр екен. Енді сөйлемдердің бірінші сөзі қандай әріптен басталып жазылған? Жақсы, үлкен әріппен жазылған. Сөйлемді бастаған кезде міндетті түрде сөйлемні бас әріппен бастаймыз. Үшінші жаттығу, сөз жұмбақты шеш. Дәнді дақыл бірінші. Тары, жер жыртатын құрал, соқа, астық кептіретін орын, қойма, астық оратын машине, комбайн, нан пісіретін адам, наубайшы. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.